Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен брокколи мен түрлі түсті орам жапырақ қосылып жасалатын той немесе қонақ дастарханның сәні болатын өте дәмді салат рецептімен бөлісемін. Ол үшін түрлі түсті орам жапырағымыз бен брокколимізді қайнап тұрған ыстық суға саламыз және дәміне қарай тұзын саламыз да араластырып осы су қайнағанша күтеміз. Қайнап шығатын болады. Қайнаған уақытпен санағанда бір 5 минутта қайнатып пісіріп алатын боламыз. Қатты қайнатып жіберудің қажеті жоқ, бұлжырап кетеді. Кейін судан сүзіп алып ыдысымызға салып суытуға қоямыз. Кейін басқа қажетті заттарды турап дайындап алатын боламыз. Түрлі түсті бұрыштарымызды осылай видеода көрсетілгендей жұқа соломкалап турап аламыз. Кейін қиярларымызды да ортасынан екіге бөліп, жұқалап, ай тәріздес етіп турап алатын боламыз. Кейін қызанақтарымызды да видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Енді брокколиларымыз бен жаңа түрлі түсті орам жапырақтарымыз осылай үлкенірек болатын болса, пышақтың көмегімен майда бөліктерге бөліп шығамыз. Енді осының үстінен турап дайындалып алған бағдаршам бұрышын, корея күшін өткізілген сәбізімізді, салат жапырағын, қиярымызды, қызанағымызды және де ұсақтап туралған кинзамызды, сарымсағымызды саламыз. Енді дәмдеуіштерден кориандр, қызыл ашты бұрыш, қара бұрыш және де жарты ас қасық осындай паприкамызды қосамыз. Кейін үстінен қыздырылған сұйық майымызды қосамыз және де дәміне қарай тұз қосуды да ұмытпаңыздар. Және де бір айта кетерлігі, мен мына жерде видеоға түспей қалған екен, міндетті түрде соя соусын қосуды ұмытпаңыздар. Кейін қолымызбен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай құрамында ет болмаса да, қонақ дастарханға болсын, той дастарханға болсын ұялмай қоятын салаттардың бірі және де дәмі өте керемет. Қонақ шақырған кезде барлығы рецептін сұрап кетті, сондықтан сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға көп рахмет.